Мәтінді деңгейлеу, оқушыларға өз деңгейінде материал жасау, Defeat сайтымен танысатын боламыз. Біз Google-ға webdefeat.me сайтына өтіп, ашылған терезеге бізде ағылшын тіліне жасалғандықтан қазақ тіліне аударамыз. Аударып болғаннан кейін жасыл батырманы басып, келесі бетке өтеміз. Ашылған терезеде бізге сайтымызға тіркелу қажет. Ол үшін оң жақ беттегі батырманы басып, тегін тіркелуіміз қажет. Google аккаунт арқылы. Тіркелгеннен кейін біз өзіміздің рөлімізді таңдаймыз. Бұл жерде сынып мұғалімін таңдаймыз. Келесі біз қандай сыныптарға сабақ беретінімізді таңдаймыз. Және де қандай пәннен беретінімізді таңдаймыз. Келесі кезекте бізде осындай терезе ашылады. Бұл жерде біз қандай да бір мәтінді енгізсек, немесе Word файлдар арқылы, немесе YouTube видео арқылы мәтіндерді өңдеп, материалдарды жасауымызға болады. Бізге керектісі сөзбе-сөз мәтінді енгізу. Бұл жерде біз қазақ тілін таңдаймыз. Келесі қандай сыныптарға материал дайындаймыз. Келесі бізге сабақтың тақырыбын енгіземіз. Мысалға, жасанды интеллект. Көріп тұрғаныңыздай бізде Defeat бізге жасанды интеллект бойынша қысқаша мазмұнын жасап берді, және де сөздік құрастырып берді, және де сұрақтар құрастырып берді. Бұл жерде біз егер ұнамаған сұрақты өшіргіміз келсе, сұрақты таңдап Remove Question кнопкасын батырмасын басамыз, және де сұрақ қосқымыз келсе Add Questions кнопкасын басамыз. Егер біз тесттің жауабын көргіңіз келсе, үшінші кнопканы басу арқылы Show Answers батырмасын басамыз. Осында бізде дұрыс жауабы берілген. Дайын материалымызды қалай Word форматында жүктеуіміз керек. Ол үшін біз оң жақ төбеде тұрған экспорттау батырмасын басып, өзіміз қалаған форматта жүктей аламыз. Біз мысалға Word форматында жүктейміз. Файлымыз дайын, ол компьютерімізге жүктелді. Word форматында қарап тұрсақ, дайын материал жасалып берді.